Так, бисмилля, альхамдулилля. Масло черного тмина из семян эфиопского сорта. Окей. Натуральное, органическое, первого холодного отжима. 125 миллилитр. Натуральный, органический первого деген бұл холодный отжим. Бұл қара зірені, мисал үшін, бір сығы безгенде май шығады, кейін екінші жол езгенде де май шығады екен. Демек бұл уже біріншісі екен. Первый отжим. Холодный отжим деген бұл мұздақ станок тұрды, ысытылбаған станок тұрды. Бұны жақында мұсылман бір туғандар алдыртып берішті. Эфиопский деген үшін алдым. Атак дүкендерде башқаларда да бар. Окей. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді. Қара зіре өлімден башқа барлық ауруларға шифа деп келеді. Эфиопский бұл Эфиопия, Африка континентінде, ысық континенттегілер азықтар күшті болады деп айтышады. Африка. Бұл эми сорты ошол жактык экен. Состав продукта дейді, содержание, мынакей полиненасыщенных жирных кислот, омега, не менее эфирных масел, не менее сыры, витамин Е. Так, мынакей. Бұл келді Дагестандан. Қанша ошоны дәрілерді алабыз, мұндай немес аннотациясы болбойт та, бұнда бар екен. Мынакей Баракат Ойлс деген компанияның екен. Масло черного тмина. Негізі хадисте май масласы жөнінде айтылауы білбеймін. Бәлкім майдан кетіп берсе керек, иншалла. Инструкция по применению дейді, мынакей. Черный тмин уже свыше 5000 лет культивируется в странах Ближнего Востока, Сирия, Меккен екен. И столько же времени человек использует масло этого уникального арабского растения для лечения различных заболеваний. Демек 5000 жыл мұрын еле бұны қолданып келішкен екен медицинада. Аннасқары там ағаштарда 5000 жыл мұрын еле. Так, авиценна мақтаған екен. Адамдың күш қуатын көйтеді дейді, чарчуаны кетіреді дейді. Ислам медицинасында өлімнен башқа барлық ауруларға шифа деп айтылады. Так. Современными учеными выявлен тот факт, дейді, оқымышылар дәлелдештірі, қара зіренің майы, дейді, костный мозг көбеюіне жәрдем береді, дейді, оказывает положительное воздействие на работу вилочковой железы, дейді, бұны бірінші жолы отам. Қарап қойшы керек екен Google'дан вилочковая железа деп. Ошоға пайдасы бар екен. Иммунитетті нормалдаштырады екен. Аннасқары профилактика бар екен. Рак аллергия профилактика болады екен. Гормондар бар екен, керекті гормондар. Бұл бала болбой, тұқымсыздықта жәрдем беруші гормондар бар екен. Анасқары еркектің күш қуатын көйтеді дейді, жана аял кишinin либидосын жақшыртады дейді. Так, гинекологияда гормональный иммундық аурулар бойынша көп қолданылады дейді. Қолданылады екен метеоризм бұл жана ичи көп жел шыға берген понос, анан ичеге қарын ауруларын немелерінде қолданылады екен. Анан бронхиальный астмада дағы дем алуын жеңілдетеді екен. Мұрды бүткенге жәрдем береді екен. Жөтел, грипп, суық тигендерге пайдасы бар екен. Бұл оқымышылардың әдістерін айтысы. Анан анысқары бұл косметикалық сыртқы қолдануға да жарайды екен. Мынакей жирный кожа, прыщи дейді, поралар екен, поралар, грибковый инфекциялар дейді, кожный заболеванияларға да пайдасы еткен. Қолдану дейді, жазысы бар екен. Қолдану взрослым дейді, десертная ложка деген болса, кішінекей чай қашығында
3-4 жолу күнүнө дейт, тамакка чейин 20 мүнөт мурун дейт. Аркасынан дейт, ширинираак асал кошулган суу ичип алыңыздар дейт. Себеби немеде мындай кычкыл. Жаш балдарга чай кашыгынын жарымы дейт. Тамак менен кошо дейт. Анан сыртка да колдонсо болот экен, компресс, обтирание, спринцевание. Спринцевание бул жанагы клизма сыяктуу да, адышпасам. Ингаляция дем алса болот экен. Массаж, закапывание. Бирок сөзсүз дейт, адистерден кеңеш болот дейт. Анан боюнда барда колдонсо болбойт дейт. Орган алмаштырган, бор алмаштырган ошо сыяктуу дейт. Анан индивидуальный непереносимость. Бул жерде курамы бар экен. Курамы. Так, бул жактачы. Бул жакта кыскасы бул жерде микробтор өлтүрөт дейт. Судороги, спазмы дейт. Төмөнкү ошо затында курамда ошо пайда жактар жазылып тур. Витамин, макро, микро элементтер бар экен. Ошо жана холодный оржим деген ошонусу жакшы да. Муздак эзигенде, сыкканда витаминдер сакталат. Ал эми ысытып же ысык станоктордо неме кылганда май көбүрөөк чыгышы мүмкүн, бирок витаминдер сыпатын жоготушу мүмкүн да. Мынакей неме дейт? Российский бедер, Дагестан дейт, адрес, WhatsApp номерлери. Мынакей бул фирма жалаң ушундай бир Египет майларын жасайт экен да. Текшертет дейт, евро стандарттарга жооп берет дейт. Булардын немеси Европага чейин кетет ошойт. Баракат университетинин сайтына кирип койсо болот экен. Ошол эң жакшы мусулман дейт. Силердин эң жакшыңар пайдалуурагыңар дейт го, ошого бирөөгө пайдабыз тийип калса деген, субханалла, неме максат да. Бул кыст аль-хинди, Индиядан келген кыст аль-хинди порошок. Буну ушул менен кошо алдырдык. Кагаз идишине сакталат, себеби жыттанбайт дегендейчи. Мынакей. Мына кыст аль-хинди. Айленур деген бродорус аркылуу алдырдык. Таза. Ишеничтүү адамдардан. Мынакей. Ушуну колдонууңарга сунуштаймын. Колдонуңуздар иншалла. Бул кыст аль-хинди жөнүндө да хадисте келет. Пайгамбар алейхиссалам мактаган кыст аль-хинди тууралуу. Негизи ислам медицинасында өтө сонун дарылар бар. Өтө көп сүннөттөрдө амал кылсак го негизи азыраак ооруйт болчок. Дарыгерлерге, аптекаларга иш түшпөйт болчу. Алла таала бардык руханий, материалдык ооруларга шифа берсин.